сіңіп қалады дейді. Не деген сөз ол? Ол деген сөз жақсы адамнан сен бір нәрсені өзің үйренесің, қабылдайсың. Немесе ол саған үйретеді, хадия қылады дегені, осы жерің дұрыс болмады, оны былай істеу керек еді деп, не істейді? Имани жағымен түсіндіреді дейді. Немесе соның қасында күнде жүре бергеннен кейін ананың бойындағы жақсы қасиеттер сізге не істей бастайды? Жоға бастайды, сіңе бастайды. Көрдіңіз ба? Пайғамбар саллаллаху керемет мысалы. Жақсы дос. Жаман достың мысалы ше дейді. Кәнафихил кири дейді. Мынау күр үрлейтін сияқты дейді. Күр деген анау темір ұсташылардың уф деп үрлеп тұратын несі бар ғой, анау құрылысы. Дәл сол сияқты дейді. Не істейді ол? Ол үстіңе жаңағы шоғын түсіріп күйдіреді дейді. Немесе оның қасында отыра беріп сасып кетеді дейді үстің. Далаға шыққан кезде үстің сасып тұрады дейді. Ол деген сөз жаман доспен жүретін болсаң дейді. Ол сені бір күні шоқ түсіріп не істейді? Күйдіріп кетеді дейді. Бел ортада тастап, сені